Достар, біздің қазір талқылайтын мәселеміз бұл шаштың түсуіне әсер ететін факторлар. Осы бөлімде мен шаш түсу, шаш өспеу, шаш ағару мәселелеріне тоқтала кетемін. Мынау бірінші слайдта мен сіздерге нақты шаш түсуіне әсер ететін факторлар, соның ішінде ең бірінші ішкі ағзаны келтірдім. Жалпы адамдардың шаш түскен кездегі ең үлкен қателігі бар. Мысалы, біреу шашы енді түсе бастаған кезде, ой, менің шашым неге түсті деп әрекет ете бастайды. Ал енді біреудің шашының түскеніне 3 жыл болуы мүмкін, 10 жыл болуы мүмкін. Сонша уақыт өткеннен кейін барып ойлана бастайды. Бірақ ең бастысы көбінің жасайтын іс-әрекеттері қате болып табылады. Мысалы, шаш түсе адамдардың ең бірінші кезекте жасайтыны бұл түрлі шампундар ауыстыру, содан кейін болмаса қымбат шампундар сатып алу, спрей, гель, маска, енді шашқа арналған түрлісін қолдану. Бірақ қаншама ақшасын құртады, тіпті сетевойдан болсын, аптекадан болсын витаминдер алып ішіп жатыр, одан ешқандай нәтиже шықпайды. Неге? Себебі шаштың түсуіне әсер ететін негізгі фактор бұл ішкі ағзадар. Яғни сіз нақты ішкі ағзаңызда шаштың түсуіне не әсер етті, соның себебін анықтап, соның өзімен жұмыс жасамасаңыз, ал қалған жасаған іс-әрекеттеріңіздің барлығы, ақшаңыздың барлығы ол далаға шашылғанмен бірдей болып табылады. Әсіресе шампундарды қолданатынға тағы мынандай нәрсені айта кеткім келіп тұр, кейде күлкім келеді. Мысалы, адамдармен сөйлесем, ортасында бір балалар да болады, енді жас қыздар болады. Шампунның түрін ауыстырдым дейді да, бірақ супермаркеттегі, магазиндегі барып әртүрлі шампун қолданғандарын айтып тұр. Ол магазинде сататын шампундардың, олар химикаты көп, сульфаты көп, арзан. Сонда қалай оны шампунның түрін қолдандым деп айтуға болады. Сонымен қатар әрине неше түрлі қымбат шампунын алып пайдаланатындар бар. Мен корейскийді де қолдандым, бір жаңағы сульфатпен де қолдандым, бірақ ешқандай нәтиже көрмедім деп жатады. Себебі оның негізгі шаштың түсуіне әсер ететін бұл ішкі ағзада. Осының ішінде мен ең көп кездесетінін ғана жаздым, бірақ бұл жерде тек қана сізде осы жағдай болса ғана сізде шаш түсуі мүмкін деген сөз емес. Бұдан басқа да шаштың түсуіне әсер ететін факторлар көп, дегенмен бұл ең негізгісі. Ең бірінші кезекте бұл әрине гормоналдық өзгерістер. Мысалға, жүктілік кезінде, босану кезінде, болмаса қалқанша безіндегі проблемалар, зоб деп айтып жатамыз, гормондағы өзгерістер, осылар шаштың түсуіне әсер етеді. Онан кейін келесі кезекте анемия. Мысалы, анемиясы бар балалар бар, жас қыздар, әйелдер, үлкен кісілер өте көп. Және менде анемия бұрыннан бар, хронический анемия. Мен анемия екенімді білемін дейтін адамдар бар да. Егер сіз анемия екеніңізді білетін болсаңыз, неге оны емдетпейсіз? Әрине сіз оны анемия екеніңізді емдеттіңіз, бір емделдіңіз, қалпына келді, қайтан жаңағындай түсіп кетуі мүмкін. Демек, не істеу керек? Сіз өмір бойы, мысалға, сіз тісіңізді бір күн жуып, ары қарай 5 күн жумай қоймайсыз ғой. Сіз тісіңізді күнде жуасыз. Сол себепті біз денсаулығымыз болғаннан кейін үнемі оған қарап күтім жасауымыз керек. Бұл жерде енді сондықтан, егер сізде анемия болатын болса, ол созылмалы болса, ол үнемі қайталана беретін болса, амал жоқ, сіз онымен жұмыс жасауыңызға тура келеді. Және бұл шаш түсуде, шаш ағаруда, өспеуде ең негізгі әсер ететін факторлардың бірі анемия болып табылады. Сонымен қатар витамин жетіспеушілігі және минералдар тапшылығы. Бұл жерде де ең бір үлкен қателік бар. Адамдар ойнайды, әсіресе мына коронавирустан кейін сетевой болсын, басқа болсын, адамдар жаңағы витаминді бұрынғыдан қарағанда, витамин деген хит болды ғой, түрлі витамин бар, коллаген бар, неше түрлісін алып қолданады. Оны аптекадан да алады, ол сетевойдан да алады, тіпті оны бизнеске айналдырып жіберді. Бірақ осы жерде абайлау керек. Егер сіз витамин қабылдаған дұрыс, бірақ ол сіздің ағзаңызға керек пе, керек емес пе? Мысалға, мен білем, маған хабарласатындар именно осы саламен айналысатын болғандықтан, маған шаш түсу проблемасымен адамдар көп хабарласады. Соның ішінде витамин сататындар бар өздері. Немесе жаңағы түрлі компанияларға кіріп алып, бір аппараттар бар дейді, соларға түсіп, 1 жыл бойы тоқтамай витамин ішкен адамдар бар, бірақ ешқандай нәтиже жоқ, әлі шашы түсіп жатыр.
бірақ бұл бер жағы. Сонымен қатар тағы мынандай ұғым бар, гипервитаминоз деген бар. Мысалы сіз егер сіздің ағзаңызға витамин жетіспеушілік болатын болса, сіз алдымен ағзаңызды тексертуіңіз керек. Нақты қандай витамин жетіспейді, ол жетіспейтін болса, ол қаншалықты жетіспей тұр, оны қандай дозада ішу керек, қандайын ішу керек деген дүниелерді. Мысалы, адамдар жаңағы ешқандай тексерілмейді да, сетевойдан тағы басқа біреулерден, бат сататындардан витаминдерді алып ішеді, қабылдайды. Сөйтіп бұл керісінше менің денсаулығымды құртты, кері әсер етті, асқазанымды бүлдірді, одан басқа неше түрлі проблемалар туды дейтін адамдар өте көп. Сонымен қатар гипервитаминоз деген бар. Ол дегеніміз ағзаның витаминнен улануы, немесе витамин қорының тым жоғарылап кетуі. Мысалы, мынандай жағдай болған, мен қаншама адамдармен жұмыс жасаймын, соның ішінде бір әйел жаңағы шашым түсті, шашым ағарды деп Б тобындағы витаминдерді алып іше берген, не ағзасын тексермеген, сөйтіп гипервитаминоз, яғни жаңағы Б тобындағы жаңағы витаминнің несі дозасы тым көтеріліп кеткен. Яғни бұндай жағдайда ол керісінше денсаулыққа кері әсер етуі мүмкін. Оның үстіне сіздің денсаулығыңыз, бұл сіз бір завод, фабрика емессіз ғой, бір қалдықтарды тастап, соны үгітіп, мысалы қағазды салдың, үгітіп, келесі қоқысын шығара салдың. Сіздің ағзаңыз ондай қоқыс салатын, қоқыс сақтайтын склад емес. Сондықтан сіз өзіңіздің ағзаңызға не қолданатын болсаңыз да, оны тексеріп барып, ағзаңызға керек пе, және ең дұрысы негізінде дәрігердің тағайындауымен ішкен дұрыс болады ғой. Сонымен қатар тағы бір айта кетейін, осы жерде мысалға әсіресе анемияда қанша емделіп жатса да нәтиже көрмейді. Неге? Витаминдер қанша ішіп жатса да нәтиже көрмейді. Неге? Себебі витаминдердің сапасына өте қатты байланысты. Мысалы, қазір коллаген хит болды. Жаңа бетіңнің әдемілігін сақтағың келсе, шашыңның әдемілігін сақтағың келсе, онда сен коллаген алып іш дейді. Коллагенді пачкалап ішіп жатқандар бар. Қанша 40 мыңға алдым, 90 мыңға, 301 мыңға, құдай-ау, бір 6 айлық курстарын алып алғандар бар коллагеннің. Оны қаншама ішіп жатыр, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Мен мысалға, біз жұмыс жасаған кезде мен ешқашан көрген жоқпын, менің курсымдағы дәрігердің шашы түсетін адамға ең бірінші кезекте коллаген бергенін. Ол бір 4-ші, 5-ші баспалдақтарда сіз шаштың өсу үшін, қалыңдау үшін мысалы коллаген ішсеңіз болады. Ал одан бөлек шаштың негізгі мына себептерімен жұмыс жасау керек қой. Сіз бұның себептерін жұмыс жасамай, ағзаңызға коллагенді алып іше бергеннен одан пайда жоқ. Сосын бір адамдар бар, мен коллаген іштім, кішкене түскен азайғандай болды, бірақ сосын қайтадан шашым түсті деп. Ол уақытша. Сонымен қатар коллагеннің арзанына жүгіретін, келсін келмесін сатып алатындар бар. Ол коллаген ұзақ уақыт тұрып қалуы мүмкін, дұрыс сақталмауы мүмкін. Бұл жерде витаминдердің, коллагеннің болсын дұрыс сақталуына, тіпті косметиканың өзінің дұрыс сақталуына аса қатты мән беру керек. Мысалы, егер мен өзімнің бетіме уход, жаңа кремдер алатын болсам, нақты сонымен бір косметологқа көрініп, өзімнің бетіме уход таңдап, содан кейін ол нақты сенімді адам ба, сонысына қараймын. Яғни олардың өздері мысалға білікті, мықты деген косметологтар өздерінің алған кремдерін ол жеткізуіне дейін қатты мән береді. Ол күнде тұрып қалмау керек, суықта тұрып қалмау керек. Яғни өзінің бір сақтануына арналған олардың өздерінің де тыйымдары, ережелері бар. Сондықтан сіз оны кез келген алып іше берген, оның үстіне әсіресе сетевойдан, аптекадан болсын алған, көбінесе сетевойларда сатады ғой, және бьюти сфералардан алып жатады. Ол коллагендердің көбінің сапасы нашар болады. Оларға хош иістендіргіштер қосады, бояғыштар қосады, тағы басқалар қосады. Бұл сіздің керісінше сіздің жастығыңызды сақтау емес, керісінше сіздің денсаулығыңызды құртуы мүмкін. Енді келесі асқазан ішек жолдарындағы мәселелер дейді. Оның кейін иммундық жүйенің әлсіреуі, онкологиялық тағы басқа аурулардың салдары дейді. Әсіресе мысалға осы онкологиямен ауырған адамдарда өте көп кездеседі, және бұнымен ауырып жатқан жағдайда, онымен ем қабылдап жатқан жағдайда шашпен жұмыс жасау кішкене қиын болады. Жаңағы негізі қиын онкологиямен жұмыс жасау. Содан кейін енді бұл
негізгі айтқым келгені, мыналардың барлығы шаштың түсуіне әсер ететін факторлар, бұдан да басқалар болуы мүмкін. Және сіз ең бірінші шаш түсетін кезде не себепті шаш түсіп жатыр, соның себебін анықтап, нақты соның себебін анықтап, соған қарай ем қабылдау керек. Сонда сіз нәтиже көресіз. Оның себебін анықтамастан витамин, шампунь, маска, спрей тағы басқа ақшаны шашумен бірдей. Енді жалпы мыналардың әрқайсысына да жеке тоқталмадым, себебі бұны нақты жаңағындай ішкі ағзамен жұмыс жасай отырып бұған тапсыратын белгілі бір анализдер бар, соны тапсыра отырып тексеру керек. Және де тағы мына нәрсені айтайын, көбі шаш түсетін болса, мысалы участковый терапевттеріне барады, әсіресе ауылдарда басқасына кішкене жағдай болмай жатқан кезде, ол участковый терапевттің жай ғана құр жалпы қан талдауы, яғни общий анализден сіздің шашыңыздың түскені шықпайды. Сосын сіздің гемоглобиніңіздің жақсы болуы бұл білдірмейді сіздің бүкіл денсаулығыңыз жақсы, бұл сіздің шашыңыздың жағдайын білдірмейді. Мысалға, маған хабарласатын адамдар бар, мен міндетті түрде шашым түсті дейтін болса, мен сұраймын, денсаулығыңыз қалай дейді. Денсаулығым жақсы дейді. Егер сіздің денсаулығыңыз соншалықты жақсы болатын болса, онда шашыңыз түспейді. Келесі, шаш түсуіне әсер ететін негізгі факторлардың бірі бұл әрине стресс және ұйқының дұрыс болмауы. Стресс дегеніміз, стресс кезінде адам ағзасында кортизол деген гормон бөлінеді. Ол кортизол дегенді қазақша күйзеліс гормон деп аталады. Яғни ол бөлінген кезде адам ағзасында мына қан айналым дұрыс жүрмей қалады. Кәдімгідей сол кезде мына басқа баратын қан тамырларының өзі қысылады да, содан стресстен шаш түседі. Тіпті мысалы аяқ астынан жаңағыдай жақыннан жоғалтқан неше түрлі жағдайлар болады ғой. Сондай жағдайларда шаштары бірден ағарып кететін, шаштары бір түнде ағарып кететін жағдайлар өте қатты көп кездеседі. Мен мысалға адамдармен сөйлескен кезде олардың денсаулық жағдайлары, шашының күтімі, жасы, немен айналысады, ұйқысы қандай, қалай тамақтанады, соның барлығын сұраймын да. Осының ішінде көбімен сөйлесе келе ең көп байқағаным, әйелдерде жалпы стресс өте көп. Отбасындағы жағдайға байланысты, қаржылық жетіспеушілік, баламның жаңағы ауырып қалды деген тағы басқа жағдайларға байланысты стресс көп болады. Сонымен қатар менің тәжірибемде мынандай кісі болған, жаңағы шашы онша қатты көп түспейді, бірақ баласы жаңағы емін кәдімгі денсаулығын жақсартуға емін қабылдап жүрген адам, жаңа профилактика жасап, бірақ аяқ астынан шашы түсті. Неге? Себебі оның баласы ауырды. Әйтеуір бір нақты диагнозын білмеймін, бірақ кәдімгі онкология ма, әйтеуір сондай бір үлкен онкология болмаса да бір сондай аурумен ауырды. Сонда кәдімгі ем қабылдап жүрген денсаулығы жақсы адамның өзі шаш түсетін болды. Сонда неше түрлі проблемалар туындағанда стресске өте байланысты. Мысалға, бір кісілер сұрайды, менің шашымның ағарған түскені стресске байланысты ма деп. Өте байланысты. Сонымен қатар ұйқының дұрыс болмауы, әсіресе түнде, ночта, түнгі сменмен істейтін кісілер бар ғой, олардың шаштары түседі. Мысалға, бірден түсе қоймаса да, егер үнемі солай жалғастырып істей беретін болса, бұл жаңа ұйқы безінің бұзылуына алып келеді. Бұл жалпы ағзаға кері әсерін тигізеді де, сөйтіп денсаулықтың нашарлауынан шаш түседі. Және осы жердегі бір ескерте кететін жайт, мына шаш, бет дегеніміз, бұл біздің денсаулығымыздың айнасы. Егер сіздің деніңіз сау болатын болса, сіздің шашыңыздың жағдайы жақсы, бетіңіздің жағдайы жақсы. Денсаулықта қандай да бір кілтипән деп қояйыншы, қазақша айтқанда кілтипән болатын болса, проблема болатын болса, бұл сіздің бетіңіз бен шашыңыздан көрінеді. Сонымен қатар аяқ астынан жаңағы шашында проблемалар болды. Оған қоса шаштың қайызғақтануы, майлануы, құрғау, ұштануы, тіпті оның өзі де шаштағы проблемаларда, соның өзі де денсаулық жағдайымен тікелей байланысты болып табылады. Енді осы жерде келесі біздің тоқталатын тақырыбымыз шаштың ағаруы. Жалпы шаштың ағаруы бұл жас ұлғайған кезде кәдімгі болатын процесс. Ол норма. Адамның жасы ұлғайғаннан кейін шашы ағарады. Бірақ дегенмен де жасына жетпей, қазір көп балалардың шашы ағарады, жасына жетпей жастардың шашы ағарады. Бұл жерде шаштың ағаруында да неше түрлі факторлар әсер етеді. Тура жаңағы шаш түсуіне әсер еткен. Осы кезде мысалға шаштың түсуіне әсер ететін мына факторлар шаштың өспеуіне де әсер етеді, шаштың ағаруына да әсер етеді. Және бұл процесс былай жүреді. Мысалы, алдымен шаш түседі,
сіз оны елемейсіз, онан кейін біраз уақытта ол өсуі баяулайды. Мысалы шаш түсетін адамдардың көбінің шашының өсуі баяу немесе мүлдем өспей қалады. Шашымды мына жерден қидырдым, осыдан ары өспей қалды деп айтатын кісілер бар. Яғни баяулап барып өспейді, содан кейін ол ағарып бастайды. Сондықтан ең бірінші кезекте егер сіз шашыңызды өсіргіңіз, қалыңдатқыңыз келетін болса, ең бірінші шаштың түскенінен бастау керек. Мысалы, маған хабарласатын қыздар, келіншектер, шашым, сіздің запросыңыз қандай нәтиже қалайсыз десем, мен шашымның қалыңдағанын қалаймын дейді. Ол түсуін ойлап тұрған жоқ, жаңағы жұқалығын, өспеуін ойлап тұрғанда мен бірден қалыңдағанын қалаймын. Бұл жерде ең бірінші кезекте запрос болу керек, рет-ретмен жүру керек қой. Яғни бірінші шашыңыздың түскені азаяды, онан кейін барып оның өсу процесі қалыпқа келе бастайды, жақсылап тұрып өседі, онан кейін бастап ол қалыңдап объем пайда болып бастайды, сонан кейін уже ағарған шашқа әсер етіп бастайды. Сондықтан және де шаш ағаруының жоғарыда көрсетілген себептерінен бөлек те тағы да өзінің себептері болуы мүмкін. Енді осы жерде шаш ағару дегеніміз бұл шаштың түс беретін меланин деген пигменттің, яғни мына жерде қара пигменттердің азаюы немесе жоғалу нәтижесінде пайда болатын құбылыс болып табылады. Яғни пигмент ол біздің шашымыздың краскасы сияқты. Сіздер мысалға шашты сырттан бояйсыздар ғой, пигмент шашты ішкі ағзадан бояп шығарады. Сол қара пигмент. Бірақ енді бұл жерде қара емес, әркімнің шашының түсі әртүрлі, біреуінікі сарғыш болуы мүмкін, біреуінікі қоңыр болуы мүмкін. Енді осы жердегі жаңағы ең бірінші факторына жас ұлғаюға байланысты ғой. Одан бөлек неше түрлі факторлар әсер етеді. Сол себепті егер шаш түсетін болса, шаш ағаратын болса, оның себептерімен жұмыс жасау керек. Не себепті шаш түсіп жатыр, не себепті шаш ағарып жатыр, сонымен жұмыс жасаған кезде нәтиже көруге болады. Және осы жерде айта кеткім келетіні, мына тұқым қуалаушылыққа қарамастан, әсіресе балалардың шаштарын қарайтуға болады. Бұл жерде себебі олардың ағзасы жас, себебі олардың ағзасы емді жақсы қабылдайды, бірақ бұл жерде кез келген уақытта емді сіз қаншалықты ерте бастайсыз, әрекетті сіз қаншалықты ерте бастайсыз, сіз соншалықты нәтижені жақсы көресіз. Мысалға, шаш енді түсіп бастады ма, сіз сол кезде шаштың күтімін дұрыстап, ішкі ағзамен жұмыс жасап жіберсеңіз, сонда сіздің нәтижені сіз тез көресіз. Мысалы, менің курсымда 23 жастағы қыз болған, оның шашының өсуі 1,5 сантиметрге, негізі адамның орта есеппен шашының өсуі 1,5 сантиметр болады ғой, 23 жастағы қыз. Оның шашы 5 сантиметрге дейін өсті да. Неге? Себебі ол жас болғандықтан, және мен онымен жеке жұмыс жасағандықтан, осы жалпы не жасау керек, соның емінің барлығын жасағандықтан оның шашы соншалықты тез өсті да, және организмі жас болды ғой, емді тез қабылдайды. Сондықтан балаңыз болсын, жас қыз болсын, жас болып тұрған кезде бірден емді бастап жіберсеңіз, нәтижені жақсы көресіз. Әсіресе аналардың өте көп жіберетін қателігі, мен баламның шашы түскеніне аз ғана уақыт болды, одан қалса мына шаш бірден осындай болып ағармайды, басында 1-2 талдан басталды дейді, еш нәрсе істемейді, немесе педиатрға апарады, оның бергеннен, оның витаминдерінен ешқандай нәтиже шықпайды, содан кейін мына шаш ағарып кетеді. Мына шаш ағарып, бұндай емес, толық шашы ағарып тұрған кезде, сол кезде не істеуге болады деп ойлана бастайтын аналар бар. Тіпті басында 1-2 тал ақ шаш болды, ол ештеңке істемейді деп, кәдімгідей мүлдем ешқандай әрекет істемейтін аналар да бар. Ол әсіресе мысалы тұқым қуалаушылықтан болсын, басқа болсын, әсіресе баланың шашын табиғи түрде қарайтуға болады. Себебі ем жақсы қабылдайды, жас және көбеймей тұрып әрекет ету керек. Енді жалпы шаш күтімі болсын, шаш түсуі болсын, қайызғақтану, майлану, құрғау, шаштағы неше түрлі проблемалар. Негізі көп проблема шаштың түскеннен басталады. Сосын қайызғақ, тағы басқа қышу дейді, жаңағы біреулер бөрткен болды дейді, біреулер жара болды дейді. Соның бәрі шаш түсуден өзі ақырындап басталады. Сіз соны елемей жүргенде, аналар букет сізге подарка болып келеді ғой. Енді осы жерде біз қандай әрекет жасаймыз? Не істеу керек сөздің қысқасы? 2 бағытпен жұмыс жасау керек. Бұл бірінші кезекте шаштың күтімімен жұмыс жасау керек, екінші кезекте ішкі ағзамен жұмыс жасау керек. Ішкі ағзамен жұмыс жасаған кезде, мысалы, егер сіз менде мынандай жағдай болған курсымда,
жаңағы терапия не курсында менің мынандай жағдай болған: 48 жастағы әйел, шашы ойылып түсіп қалған. Ол не істерін мен басында кішкентай болып ойла бастағанда ештеңе етпейді ғой деп жүрген кезінде шаштың қалай ойылғанын, көбейгенін байқамай қалған. Бұл кісі Салтанат ханым басында шашы бірден осындай болып ойылып қалмайды. Басында мына арт жақтағы жерінен кішкене ғана, бармақтай ғана домалақ болып ойылады. Сол кезде ол басында мән бермейді, бірінші қателігі. Онан кейін екіншіден терапевтке барады, терапевт дерматологқа жібереді, оның емінен ешқандай нәтиже шықпайды. Сөйтіп жүрген кезде шашы осыншалықты болып ойылып қалады. Бірақ осымен, яғни егер сіз мысалы денсаулығыңыз нашар болды, шашыңыз түсіп жатыр, терапевтке бардыңыз, дерматологқа бардыңыз, тіпті кейбіреуіңіз трихологқа барған болуыңыз мүмкін, плазма терапия, не мезотерапия дейді, түрлі шашты емдеу жолдары бар ғой. Соның бәрін соларды жасадыңыз, бірақ ешқандай нәтиже шықпаса, демек оның нақты емін іздеу керек. Солай болды екен деп жүріп қалуға болмайды. Егер сіз оны емді дұрыс алмайтын болсаңыз, немесе сізге берген емі дұрыс әсер етпейтін болса, онда осыншалықты дәрежеде кәдімгідей шашыңызда ушығып кетуі мүмкін. Проблема, яғни үлкейіп кетуі мүмкін. Шаш бұл кісіде де бірден бұлай түсіп бастамады ғой, басында ақырындап түскен кезде мән берген жоқ. Сөздің қысқасы, енді осы кісі дұрыс ем жасаудың арқасында міне шашы қаншалықты орнына шыққанын, яғни бұл кісінің шашы толық қалпына келді. Сонымен қатар ем дұрыс болған кезде, мысалға, мына мен жаңа сіздерге айтқан 23 жастағы қыз. Ем дұрыс болған кезде бұл 23 жастағы, бұл тағы күйеуге тимеген, бала босанбаған, шашы жұқа, мына шашы жұқа өспейді тағы. Егер сіз дұрыс ем жасасаңыз, мынау бір-ақ айдың ішінде көрген нәтижесі. Мынандай шаштан осыншалықты шашқа дейін шашының түскені азайды. Онан кейін және де бір айда көрген нәтижесінен бұрын шашы міне шамамен өсті. Мынаны кем дегенде 5 сантиметр деп айтуға болады. Яғни 1,5 сантиметр нормадан да асып өсті. Дегенмен тағы осы жерде бір ескере кететін жағдай, сонымен қатар қалыңдады. Тағы бір ескере кететін жағдай, бұл жерде әркімнің шашының қалпына келуі, оның өсуі, оның қалыңдау, ол сіздің денсаулық жағдайыңызға, сіздің емді дұрыс қабылдауыңызға, сіздің сәйкесе жұмыс жасауыңызға, яғни мамандармен шашыңыздың күтімін жасауыңызға, және ол емге сенуіңізге сіздің тікелей байланысты. Сондықтан егер ем дұрыс болған жағдайда нәтиже көресіз, ем дұрыс болмаған жағдайда онда басқа жолдарын іздеу керек. Және мен осы жерде өзімді тағы да мысал ете кетейін дедім. Жалпы мен неге сіздердің алдарыңызда осылай отырмын деген сұрақ туындайды ғой. Себебі мен өзімнің шашымды жақсы көрдім, күтіп баптадым, өсірдім, 20 жылдан аса уақыт болды. Сөйтіп мен ең үлкен қорқанышым бұл менің шашымның жаңағы басқалар сияқты проблемалар туындауы, жұқа болып қалуы деген сияқты. Сол қорқынышымның арқасында, осыны жаңағындай зерттеген адамдармен жұмыс жасағанның арқасында тәжірибе жинай отырып, қазір сіздердің алдарыңызда отырмын. Яғни мен шашым мынандай болып қалған кезде мен басында онша мән бермей жүре бердім. Кейін осыншалықты деңгейге дейін жетті ғой. Сөйтіп менде де паника басталды. Паника басталғаннан кейін мен өзім қолданғандарды, мынаны мен кезінде сторизімде бөліскем, сіздерге көрсетіп отырмын. Менің ең бірінші әрекетім, әрине мен аптекаға бардым да, мынандай витаминдер сатып алдым. Бірақ бұны алғанмен маған ешқандай пайда тиген жоқ. Бұның өзінің аптекада бағасы 12 мың теңге ма, жоқ 10 мың теңге ма, сондай болды. Мынау қымбат витамин негізі аптекада сатылса да. Бұны мен іштім, нәтиже болған жоқ. Тағы бұны қанша уақыт ішу керек, қалай ішу керек, мен дым түсінген жоқпын. Ең бастысы нәтиже көрген жоқпын мына шаштан. Сонан кейін мен бардым да сетевойдан, ойбай, керемет, өнімдерін мақтайды ғой. Мен сетевойға бардым. Оларға барып едім, бүкіл өздерінің өнімдерін көрсетті. Сөйтіп алдым да, жарайттым, басында тым болмаса деп ақырындап бастадым. Мына бутылканы алдым. Шаш неткенге айтты, бұл керемет бутылка, в общем, шашыңды қалыңдатады, в общем, суды дұрыстап ішу керек деп, оны алдым. 50 мың теңгем кетті. Онан кейін мына нони витаминін алдым, 47 мың теңгем кетті. Дым пайдасы болған жоқ. Онан кейін қойш деп айтып жүр, тағы бір сетевойдан мына омеганы алып алдым. Сөздің қысқасы, ең бірінші қателігім бұл жаңағы келсін келмесін витаминдер ішу, ақшаны шашу. Сөйтіп соңында ойлай
ойлай бастайсың, ой болды енді менің жасым ұлғайып қалған шығар, менен ешқандай нәтиже шықпайтын болды, енді қайдағы шаш деген сияқты. Бірақ осы қателіктерімнің арқасында нақты дұрыс жұмыс жасау жолдарын таптым. Аллаға мың шүкір, қазір мына құйқамен мынаны салыстыруға келмейді. Және бұл в процессе болған кездегі не қазір міне Аллаға шүкір, міне қазір тәуба осындай жағдайға жетті. Сонымен қатар осы жерде тағы бір мен бір лайфқа қайта кетейін. Шашына қайта қарайды дейді. Яғни осындай бір сызық болды деп айтқым келген. Тағы бір лайфқа қайта кетейін. Осы жерде мен байқағаным, мен үнемі шашымның мынандай болып ашылғанның тағы бір себебі, мен үнемі тек қана шашымды ортасынан бөліп жүреді екенмін да. Сонда мысалы жазда күннің ыстығы, қыста күннің суығы, жаңбыр шашын болсын, мына сіздің жаңағындай басыңызға тиеді ғой, жаңбыр болса да күн болса да өтеді ғой. Сонда мына құйқаны ашылып тұрған жерін күннің көзінің ультрафиолет сәулесінің өзіне біз байқамай күйдіріп тастайды екенбіз. Сондықтан мына шашты мен қазір байқасаңыздар, мен кішкене шет жағынан былай бөліп тарап отырмын. Үнемі бір жерден жүре бермей, әсіресе шаштар ашылып жатқандар бар, жаңағы артқа, алдыға, яғни бұны тараудың өзін кішкене өзгертіп отыру керек. Әрине ол толыққанды әсер етпесе де, бірақ белгілі бір проценттің өзінде әсер етеді. Мысалға накопительный эффект деген бар. Соның арқасында, яғни мысалы суды стаканды қойдыңыз, оған бір тамшылатып үнемі тама берсе, сол стаканның өзі толады да, яғни накопительный эффект дегеніміз соның барлығы жинақтала келе, ол сіздің денсаулығыңызға, ол сіздің шашыңыздың жағдайына міндетті түрде әсер етеді. Сонымен қорытындылайық, осы бөлімде айтқым келгені, егер сіздің шашыңыз түсетін болса, бірінші кезекте шаш неге түсіп жатыр, ішкі ағзамен жұмыс жасау керек. Онан кейін екінші кезекте шаштың күтімімен жұмыс жасау керек. Сонан кейін барып, солармен жұмыс жасай келе сіз өзіңіздің ағзаңызды бақылайсыз. Егер жақсы нәтиже көріп жатсаңыз, соны жалғастырасыз. Нәтиже болмай жататын болса, онда жаңағы одан ары қарай да подходтарын ауыстыру немесе дұрыс маманның көмегіне жүгіну сияқты дүниелер болу керек. Сонымен қатар тағы мына нәрсені айтпаппын. Мынау шаштың күтімі маңызды. Мысалы, бұл жерде шаштың күтімі деген не? Шаш жууға арналған құралдарды дұрыс пайдалана алу, шашқа түрлі маскаларды, майларды мысалға дұрыс қолдана алу, өзіңнің мысалы күнделікті су ішу, дұрыс тамақтану, дұрыс ұйықтаудан бастап күтім жасау. Яғни шашыңызды тарау, ағаш тарақпен тарау, күніне басыңызға массаж жасау, осының барлығы шаш күтімі болып табылады. Мысалы, мезотерапия, плазматерапия деген бар, жаңағы басқа қарапайым тілмен айтқанда, уколдар салады, витаминдер жібереді. Солар неге толыққанды нәтиже көрмейді? Оның өзінен нәтиже көрмейтіндер бар. Себебі ішкі ағзамен жұмыс жасалмаған. Проблема шашта дейді, алып кеп шашпен жұмыс жасай бергеннен сіз толық нәтиже көрмейсіз. Сізде ар жақта гормоналды бұзылыстар, сізде ана жақта анемия, зоб, асқазан ішегіңіз ауырып жатыр, неше түрлі проблемалар болып жатқанда басыңызды алып, оған бір укол сала бергеннен одан нәтиже көрмейсіз. Сондықтан онымен жұмыс жасағанда да әрине белгілі бір дәрежеде пайдасын тигізуі мүмкін, әрине ол да тигізеді, дегенмен де ішкі ағзамен жұмыс жасау міндетті. Сосын тағы да ал ішкі ағзамен жұмыс жасаңыздыңыз, витаминдерді іштіңіз, мезотерапияңызды жасаттыңыз, адамдар шаштың күтімін жасамайды. Сіз мысалы шашыңызды өмір бақи витамин ішіп жүре алмайсыз ғой сіз. Әсіресе сапалысын немесе дәрігердің тағайындауымен деген сияқты. Өмір бақи ішпейсіз, ал сіз шашыңызды өмір бақи жуасыз. Сол себепті шаштың күтімін жасау міндетті. Осы екеуі басты болып саналады. Осы екеуімен қатар жұмыс жасаған кезде сіз шашыңыздың толыққанды проблемасын шешесіз. Енді осы жерде тағы бір айта кететінім, 28 минуттай болыпты. Сонда да осы тақырыпта айтатын дүниелер өте көп. Сондықтан тағы біраз қоса кеткім келіп тұр. Мына балалардың шашының түсуіне, ағаруына байланысты айта кеткім келіп тұр. Балалардың шашы түседі, балалардың шашы ағарады. Бұл жерде негізгі екі бағыт деп айттық қой, денсаулық пен жаңағы шаштың күтімі деп. Тағы да үшінші маңыздысы бар, ол психология, психосоматика. Әсіресе балалардың шашының түсуі, түскенде де жай түсу емес,
шаштары ойылып түсіп қалатын балалар бар ғой, өте күрделі жағдайлар. Онан кейін аллопеция мысалға, одан бөлек шаштың осындай ағарып кетуі көбінесе ол анасының психосоматикасына, анасының психологиялық жағдайына байланысты. Мысалы, ондай балалармен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде ол егер мынандай жағдайларда болған, өзінің кішкентай қызының шашы ағарып кеткен, анасы өзі педиатр, өзі жаңағы медицина саласында болғаннан кейін баласына жасамаған ем жоқ, бірақ ешқандай нәтиже көрмейді. Неге? Себебі негізгі проблема ол анасында болып тұр. Яғни анасының состояниесі, анасының психологиялық жағдайы баласына әсер еткенде, соның баласының денсаулығынан көрініп жатыр. Сондықтан біз мысалға жұмыс жасаған кезде міндетті түрде оның анасының жағдайына дейін жұмыс жасау, кейбір кезде мен анасының өзімен жеке жаңағындай сөйлесе отырып оның психологиясының жағдайына мән беру деген аса маңызды. Сондықтан психосоматика деген бар, яғни адамның ауруы, қандай да бір адам ағзасында аурулардың болуы, ол оның психологиялық жағдайына, состояниесіне байланысты деген сөз. Сондықтан ондай жағдайда баланың болсын, ең бірінші кезекте анасының психикасымен, психологиясымен жұмыс жасау керек. Әрине, егер керек болған жағдайда. Сондықтан құрметті мені көріп отырған жас қыздар, келіншектер, аналар, мүмкін жасыңыз егделеп қалған шығар, иә? Осы мен айтқанымның барлығын түсіне алдыңыздар деп ойлаймын. Денсаулық сіздің өзіңізге керек, шаш сіздің өзіңізге керек. Шашыңыз түсіп қалса да, ойылып қалса да, ол сіздің күйеуіңізге, балаңызға, басқа біреуге қажет емес, ол сіздің өзіңізге керек. Және жауапкершілік сіздің өзіңізде. Мысалға, оны маман сізге, дәрігер маман болсын, емін берсін, болмаса шашыңызға арналған жаңағы күтім жолдарын берсін, бірақ сіз оны өзіңіз алып, өзіңіз қарап, өзіңіз жасамайтын болсаңыз, өз-өзіңізге мүлдем қарамайтын болсаңыз, онда нәтиже көруіңіз қиын. Осы бөлімде мен барынша айтқым келгенін айттым. Сол себепті осы жерден тоқтасам болады деп ойлаймын. Сіздерге барынша түсіндіре алдым деп ойлаймын, құрметті достар.